Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге Норвегияның дүкендеріне барып, 17 мамырға Норвегияның тәуелсіздік күніне қалай дайындалатынын бірге көретін боламыз. Бұл мереке норвегиялықтар үшін ең маңызды күндердің бірі, сондықтан бүкіл ел ерекше көңіл күйде жүреді. Дүкендердің витриналары норвегиялық жалаулармен безендірілген, қызыл, көк, ақ түстер басым. Норвегияда 17 мамыр ерекше күн. Бұл 1814 жылы Норвегия өз конституциясын қабылдаған күн. Ел швед билігінің ықпалынан шығуға тырысып, өз тәуелсіздігін жариялаған болатын. Бұл Еуропадағы ең көне конституцияларының бірі болып саналады. Сол уақыттан бері бұл күн бейбіт шерумен, балалар шерумен және мерекелік көңіл күймен атап өтіледі. Норвегтер үшін бұл патриоттық рух пен ұлттық мақтаныш күні. Ең бастысы бұл күн балалар мерекесі деп те аталады. Өйткені парадқа негізден балалар қатысады. Олар жалауша ұстап, ән айтып, балмұздақ пен хот-дог жейді. Міне көріп тұрғандарыңыздай, дүкендер 17 мамырға бірнеше жұма бұрын дайындала бастайды. Киім дүкендерінде ұлттық киімге арналған аксессуарлар, баннерлер, ал азық-түлік дүкендерінде арнайы тәттілер мен тулар сатылады. Дүкендердегі ұлттық киім бөлімі де бар. Қыздарға арналған бюнат, ұлдарға арналған костюмдер бар. Бұл жерде балаларға арналған ұлттық киімдер сатылады. Құны 700 кроннан басталады. Бірақ көп отбасы бұл киімді жалға ала алады, немесе мұраға қалдырады. 17 мамырда балмұздақ пен хот-дог ең көп тұтынылатын тағамдар. Дүкендерде осыған байланысты арнайы акциялар мен түрлі ойыншықтар болады. Ерлерге арналған бюнаттар да бар, бірақ әйел бюнады әлде қайда кең таралған және көп түрлі. Бюнат не фольклорлық киім емес. Бұл заманауи ұлттық бірегейлікті білдіретін сәнді, құрметті киім. Әр бюнаттың дизайны белгілі бір өлкенің тарихына, географиясына, табиғатына байланысты жасалған. Мысалы, тау бөктері аймақтарында жылы, қалың маталар, жағалау маңында жеңіл маталар қолданылған.
Бүгін қыздарымызға ұлттық киім бюнатты сатып алып, енді 17 мамыр күніне аз қалды. Дайындық қызу жүріп жатыр. Бұл бюнатты сатып алып, алғаш рет киіп көрген сәтіміз. Бұл ұлттық киім бюнатты қыздарымызға сатып алудағы мақсатымыз 17 мамыр күні өтетін шеруге мектеп атынан және балабақша атынан қатысатын қыздарымызға естелік ретінде қалсын деп, және басқа ұлттармен бірге осы өзіміз тұрып жатқан Норвегия елінің тәуелсіздігіне қатысып тарихта бір із қалдыру. Бюнат бұл жай ғана ұлттық киім емес, бұл Норвегия тарихының, дәстүрінің көрінісі. Әр аймақтың өзіне тән үлгісі бар, ою-өрнегі мен түстері де ерекшеленеді. Норвегияда бюнат көбіне мерекелерде, үйлену тойында, мектеп бітіру кештерінде және ең маңыздысы 17 мамырда киіледі. Бұл киімді мұра етіп қалдыру дәстүрі де бар. Біздің алған бюнат балаларға арналған нұсқа. Ол ересектердің киімінен қарапайымдау, бірақ сондай әдемі. Қыздар өздерін ханшайым сияқты сезінді. Бюнатты киюдің де өз ережелері бар. Мысалы, киімді әрқашан таза әрі үтіктелген күйде кию керек. Киімге сай шаш үлгісі мен әшекейлерді таңдаған дұрыс. Бюнатпен спорттық аяқ киім немесе сөмке тағуға болмайды. Бұл құрметсіздік деп есептеледі. Әр аймақтың өз бюнаты бар. Норвегияда 200-ден астам бюнат түрі бар. Олар әр өңірдің тарихын, символикасын, түстерін көрсетеді. Киім үлгісіне қарап, адамның қай жерден шыққанын білуге болады. Бюнат қымбат тұрады. Толық жинақ 20 мың мен 40 мың арасындағы норвег кронын құрайды. Сондықтан көбіне оны мұра ретінде ұрпақтан ұрпаққа береді, немесе арнайы жалдау қызметі пайдаланылады. Ерлер бюнады сирек киіледі, бірақ олар өте ерекше. Құрамында күртеше, шалбар, жейде, бас киім және арнайы шұлық пен аяқ киім болады. Ерлер бюнады көбіне күміс түймелер мен жүннен тоқылған, сәнді шұлықтармен ерекшеленеді. Әйел бюнады зергерлік бұйымдармен толықтырылады. Олардың ішінде күміс түймелер мен брош дәстүрлі элементтер. Бұл күміс заттар ежелде жын шайтаннан қорғау үшін тағылған. Бастапқыда бюнат қарапайым ауыл тұрғындарының күнделікті киімі болған. 1800 жылдың соңында Норвегияда ұлттық сана ояна бастаған кезде бұл дәстүрлі киім қайтадан сәнге енді. Хюлда Гарборг есімді жазушы әрі мәдениет жанашыры 20 ғасырдың басында бюнатты ұлттық символ ретінде қайта жаңғыртуға көп еңбек сіңірген. Кейбір норвег қыздары өздерінің конфирмация, яғни шіркеудегі жасы жеткендерге арналған рәсім күніне бюнат алады. Бұл үлкен сыйлық және дәстүрлі қадам болып есептеледі. Бюнат бұл тек киім емес, бұл тарих пен дәстүрдің жалғасы. Осындай мәдениетті көру және балаларыма көрсету мен үшін үлкен қуаныш. Егер сізге бейнебаян ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, арнама жазылыңыз. Ал 17 мамырда қалай өткенін алдағы видеолардан көре аласыз.